Баршаңызға сәлем. Бүгін самсаның қамырының рецептімен бөлісетін боламын. Қамырымызға тұзды суды құйып, яғни қаттылау да емес, қатты жұмсақтау да емес, қамыр илеп тұндырып қоямыз. Қамырымызды пищевой пленкаға орап қоямыз. Пищевой пленкадан қамырымызды алып, қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Әр бөлігін жайып қоямыз да бір жағына. Төртеуінде жайып аламыз бірінші. Жұқалығы осындай болу керек, қатты жұқа да емес. Осылай жинап, бір шетіне қойып, төртеуін де осылай жайып аламыз. Және ортасына жағатын сары майымызды қайнатып, біраз қайнатыңыздар, сол кезде құрамдағы суы кететін болады. Сол кезде жақсы болып шығады. Сары майымызды қамырымызды жағып, ортасына түгелмен жауып шығамыз да, үстіне екінші қамырымызды төсейміз, жаямыз, және тағы да оны ортасына сары майымызды жағамыз. Солай 4 қамырымызға да арасына сары май жағып, слой-слойынан осылай қойып шығамыз видеодағыдай. Және қамырымызды осылай орап шығамыз. Жақсылап арасында ауа қалдырмай, қаттырақ, мықтылап орап аламыз. Қамырымызды осылай орап, оны холодильникке салып қоямыз. Холодильнигімізден алып, самсаның формасын келтіріп, яғни ішіне начинкаңызды салып, самса жасайтын боламыз. Табамызға салып, үстіне жұмыртқамызды жағып, пешке саламыз. Міне осылай самсамыз дайын болды. Қатпарлы болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Менің каналыма тіркелмесеңіздер, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп қойыңыздар.